Қазақстанға қайтып бара жатқан едік. Моңғолияның шекарасынан өтпей, көлігіміз бұзылып қалды. Моторынан ақау табылды. Енді оны Моңғолияда жөндету мүмкін емес, өйткені менің маркамдағы көлік бұл жақта жоқ. Сондықтан Қазақстанға дейін сүйреп апару керек. Сонан пенсионермін баяғы. Сіздер ұқсаған халыққа үлшілігі даяшылық істеймін. Көзіңізге әйнек тақпайды екенсіз, иә? Ой, тағамыз, тұмағымыз ойнайды. Берет жананы. Ол мынандай. Söyle söyle. Жарайды. Тұр. Байқадыңыз ба? Алло дегеннің орнына бар деп айтады. Атамыз бізге көлікті сүйреуге арналған арба жасап жатыр. Ол дайын болғанша сіздерді бай өлкедегі бай қазақтармен таныстырайын. Негізі бұл жер табиғаты қатал, дән ексең өнім шығуы екі талай. Сондықтан мұндағы қазақтар мал шаруашылығымен айналысады. Бірақ мен Бекет мырзамен танысып, оның бақшасын көргенде аузым ашылды. Дәл осы шығарылым адамның қолынан, қазақтың қолынан барлығы келетінін дәлелдейді. Өздеріңіз қараңыздар енді. Міне әуеден мен сұңқарым түсіріп жатыр. Айналаның барлығы ен дала. Бірде-бір тау жоқ. Бірақ ағамыз мына жерге кәдімгі арал жасағанда. Бұл біріншіден еңбек, екіншіден қазақтың даналығы шығар. Мынау желден қорғайтын ағаштар ғой. Қазір сіз мына ішіне кіресіз, сонда барып көресіз. Жаңа далада қандай жел болды, мына жерде қандай жел білініп тұр қазір мысалы. Ешқандай жел жоқ. Мына жаңа ғана сыртта еккен ағаштардың. Иә, ағаштар қозғалып тұр. Мынау жаңа сізге айтқан біздің жаңа ең бір сарымсақ. Мұнда. Мынандай. Сіздер самсақ деп айтасыздар ма? Сарымсақ деп айтамыз. Пияз дейміз. Пияз, аха. Мұнда, мынау қызылша. Мәссаған, мына қызылшаны қараңыздар. Мынандай. Бізде Моңғолда болғанда чырғанақты жемістің патшасы деп айтады. Себебі чырғанақ жемісі болғанда 40 градус суықта, 40 градус ыстықта өзінің ешқандай сапасын жоғалтпайды. Алғашқы 1-2 жылда өзіміз қолмен тергеміз. Bir ағашты бір адам бір күн емес бір апта тереді. Bir ағаштан қазір біз 20-25 килограммға дейін егер қолмен терсе шығады, оны енді қолмен теру мүмкін емес. Осылай. Қайшы сынды. Қайшы. Чырғанақты өзіне арналған арнайы қайшы. Тәуір еңбек екен негізі, анау, иә? Ағашты сау деп айта алады екен. Иә, ағаш сауға мен бірдей. 6-7 ағашқа бір ерке ағаш қосып еккен. Жаңа өнім мол береді ме деген сондай бір бізге айтып атты. Ерке ағаштардың қандай айырмашылығы? Ерке ағаштың мысалы ешқандай не болмайды. Жеміс бермейді. Жаратылысты айтам. Барлығында бірдей екен ғой. Адамда да, хайуанда да, тіпті ағашта да. Еркек пен ұрғашы болып жаратылыпты ғой. Мысалы, мына шырғанақтар ол ұрғашы, жеміс беретіндер. Ал қасында міне әнеурелер еркектер. Еркектердің міндеті тек тозаңдандыру, бірақ олар жеміс бермейді. Солай. Еркек болған қандай жақсы, е? Жапырағын арылтып арасында қоқтарын тазалап, нақсап. Тазалап, оның екінші неге сап, одан оны неге андай тоңсызға сақтаймыз әзірше. Керемет. Бұл балақайлар сіздің балаларыңыз ба? Жоқ, мыналар негізі жұмысшылар. Бұл балақайлар жұмысшылар? Иә, айлық алады мыналар. Мына жеңіл жұмыс болғасын, айлықтарын алып, жұмыстарын істейді. Мамаларымен кеп көмектесіп отырған балалар. Ой, қандай керемет. Еңбекке, жастайынан еңбекке болып отыр. Енді аманшылық болса сентябрьде сабаққа кіргенде өздерінің ақшаларына, оқу құрал жабдықтарына алады. Сол мамалармен бірге мамаларына көмектеседі. Мына сондай ауыр жұмыс емес қой, қолдың ұшымен ғана істелетін жұмыс болғандықтан. Екеуі ғана кішкентай бала, басқалар үлкен кісілер. Қазір енді чырғанақтың жинайтын уақыты ғой. Жинап, мұздатқышқа қоямыз да, сол 10 айдан бастап сусын, чырғанақтың сусынан, сосын вареньесін, майын шығара бастаймыз 10 айдан бастап. 10 гектар жер бар. 10 гектардың 1-3 гектарында жаңа чырғанақтың ағашы, басқалары тал терек өсірілген. Биыл сол 2 гектар қайта қосып
тал терек деген сияқты бір 800 ағаш қостық. Күнде 250 килограммға дейін чырғанақ жинайды. 2 күнде 500 килограмм чырғанақ аймаққа апарып, жаңағы үлкен мұздатқышқа тығамыз. Бізде үкіметтен ешқандай қолдау болған жоқ. Біз мына тоқтың, мына судың мәселесін бәрі өзіміз шештік қой. Қоршауға ағаш қадамаған. Мыналардың барлығы тастар екен. Ағаш егіп отырғаннан кейін ағаш қиюға мен қолым бармайды да. Мына біз суды қазір осыдан 6 километр жерден арықпен әкеп отырмыз. Мына қызылшаның ішіндегі топырақты қарасақ, бұл жақта міне тыңайтқыштар, міне қойдың құмалағы жатыр. Жаңа көрдіңіздер, қызылшаның көлемі қандай екен. Жемісін теріп алғаннан кейін мына ішін бірақ тазалап, анандай қураған ағаштарын қиып алып, жаңа ана жерде жатыр ғой, кесіп тастаған, соларын тергенде тазалап тастап отырамыз. Сонысынан бірақ тазалап, ішін қырып, жонып, тазалап кетіп қаламыз да. Қайта жаздырым келгенде бізде жел өте көп болады ғой. Жаздырым қайтадан басып қалады, тазалап, тазалық жұмысын бірақ істегеннің арқасында мынау қазір өсіп тұр. Әйтпесе мына чырғанақ жемісі қышқыл болғандықтан мынаған анандай чыбын, құрт құмырсқа, чіркей, көп құрттау несі өте жоғары болады. Сондықтан өте мынау тазалықты талап етеді. Мынау біздің ет өндіріс, Зергер Интернешнл деген Иран мемлекетімен біріккен өндіріс. Сол 60% қаржыгерлер Иран мемлекетінің азаматы Насир деген жігіт. 40% мен иеленіп отырмын. Қазақшаны жақсы білесіз бе, әлде моңғолшаны ма? Қазақшаны. Бұл кісі қазақ қой негізі. Қазақшы 90%, 95%, я. Саған. Айтпақшы, сіз осы қазақ қызына үйленіпсіз, е? Я. Қазақтайын күйеу баласы. Қазаққа күйеу бала болған қалай екен? Жақсы. Қазақ халқы, қазақ адамдары өте мықты, керемет. Бәрін жақсы. Қазақтар шын мықты, жақсы. Балаларыңыз ше? Балаларыңыз парсыша оқи ма, әлде қазақша оқи ма? Жоқ, қазақша. Қазақша. Кешіріңіз, мен толықтай кетейінші. Бұл кісі айтады да, мен ана балаңызға неге парсыша үйретпейсіз деп. Бір қыз бар, жетсем бұл кісі айтады, алдымен баланың тілі толық ана тілінде шығу керек дейді да. Сол себепті сосын ана тілінде толық тілі шыққаннан кейін мен парсыша үйретем деп бұл кісі солай жауап береді. Мал жайылымның малдары болып саналады да. Қолда бордақылап ұстамаймыз. Сондықтан біздің жұмысымыз да сол сезонға байланысты жүріледі. Негізінен 3-4 ай уақытта жұмыс жасаймыз да. Одан басқа кездерде демалып қаламыз. Осында бауыздалады. Сосын кейін енді бұны халал стандарттың бір шарты сол ғой. Қаны пәленпей минут, енді 17 минутта ағу керек та, сосын барып келесі процесс басталу керек. Бізде Иранның стандарты бойынша қойдың мойны, қолы, саны, қабырғасы, арқасы деп 5 бөлшекке бөлінеді. Малдың қанындағы ауруларды алғашқы жағдаймен өзімізде анықтап ейтін толық мүмкіндігіміз бар да. Осы өндіріспен жылына Иран мемлекетіне 500 тонна ет жөнелтіп отырғанбыз. Иран тоннасын қаншаға бағалап отыр Моңғолия еттерінің? Енді бұл бизнестің құпиясы деп айтылады негізінде. Көп жағдайда сол бизнесте құпия деген дүние болады, сондықтан біз баға мәселесін көп айта қоймаймыз. Дегенмен де басқа мемлекетте қазір бізге жоғарыда айттым ғой, Оманнан, Катардан, сосын араб мемлекеттердің көбісінен бізге ұсыныс келіп түседі. Оның ішінде кезіндегі ТМД елдерінің Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан, Россия деген
Ресей елдерден де бізге тапсырыс түседі, бірақ соның ішінде жақсы баға беріп алатыны Иран ғана болып тұрды. Елімізде дәл қазір 21.387 жетім бала бар. Олардың білімге деген құштарлығын арттыру мақсатында Ыбырай фонды құрылған болатын. Бұл фонд төменгі сыныптағы оқушыларды дарынды балаларға арналған мектептерге түсіреді, ал жоғарғы сыныптағыларды ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайды. Биыл сол фондтың түлектерінің 80% мемлекеттік грантқа ие болған. Айта кетерлігім, менің демеушім отандық Чоко компаниясының басшысы Рамиль Мухаряпов мырза дәл осы фондтың да негізгі демеушісі. Қазір өзінен сұрап көрейікші, мұндай шешімге келуіне не себеп болды екен? Рамиль мырза, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Өте жақсы, рахмет. Қазақта сөз бар. Жетім кірсең, жебей жүр. Әлі алда талай сапарлар бар. Бар қазақтың басын бір YouTube арнаға біріктіруге үлес қосып жатқаныңыз үшін көп рахмет тағы да. Бірге рахмет. Сен туған күнімен? Айтпақшы, бүгін менің туған күнім. Көше сіздің әкеңіздің атында. Иә, менің әкем атында. Менің әкем Күнтуғанұлы Мизамхан деген марқұм. Мизамхан Күнтуғанұлы мемлекет және қоғам қайраткері, Моңғолияда дүниеге келген қазақ. Жоғары білімі бар, біліктілігімен көзге түсіп, бірнеше жыл Баян-Өлгей аймағының әкімі болған. Қазақстан, Ресей, Қытай, Моңғолияның сауда-экономикалық байланысын нығайтуға барынша үлес қосқан. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен 7 рет кездесіп, Моңғолиядағы қазақтар үшін білек сыбанып, аянбай қызмет еткен тұлға. Соңғы кезде Назарбаев туралы айтылып жүрген, ол кісі туралы айтылып жүрген кереғар пікірдердің бәрін өзім қолдамаймын. Енді білмеймін, ішкі жаңағы жергілікті халыққа не істегенін мен білмеймін, бірақ шетелдік қазақ диаспорасы үшін Назекеңнің енді ол кісінің еңбегі орасан деп мен өз басым есептеймін. Неге десеңіз, сол кезеңдерде қиыншылық қыстау кезінде жаңағы қазақ ұлтын Қазақстанда көбейту үшін жаңағы демографиялық саясат үшін ол кісі жаңағы өзінің қандастарын шетелден самолетпен көшіріп алды. Ол кісі. Қазір мен естіген жоқпын, ешбір дамысты өркениетті елдердің өзінің сондай жаңағы диаспораларын басқа елден самолетпен көшіріп алу деген әңгімені мен ешқай жерден естіген жоқпын. Бұл аурухананы сіздің әкеңіздің атына беріпті, Моңғолияның ішіндегі қазақтардан шыққан ең алғашқы еңбек сіңірген дәрігер деген атақ алған осындай адам болған. Адамдар айтты, талай нәрсе айтты, мынау өтірік, істей алмайды деген сияқты. Сол істей алмайды деген сөз маған көп қамшы болды. Мен істеймін дедім. Тәуба қазір біраз жұмыстың артына шықтық. Бұл тек менің істегенім сыртында, келешек ұрпаққа, жастарға үлгі болу мақсатында істедік. Түлкінің пұшпағынан жасалған сол шікті сыйға тартамыз деп арнайы осы Баян-Өлгейде жасатып, ол кісілер апарып арқасына жапқан екен. Жапқан кезде менің әкем тағы айтыпты, Назеке, мынау сізге жаңағы керей қазақтардың атынан сый деп. Сөйтсе Назекеңнің енді сұңғылалығы бір жағынан ол кісі айтқанын дейді, Мизамхан деп айтты дейді, мен дүниенің қазағының басын қоса алмай жүрсем, сен мына керейдің қазағы деп бөліп жатқаныңа жол болсын деп айтты деп. Сонда ол кісінің тапқырлығы деп біздің әкеміз солай күліп еске алатын еді. Білесіздер ме, жолаушыларым, мен көлігімнің бұзылғанына, Моңғолияда қалып қойғаныма еш өкінбеймін. Егер көз емес мұнда істен шықпасам, мен бұл кісілермен таныспас едім. Бүгін сіздерге таныстырған кейіпкерлеріміздің барлығы текті ұрпақтың балалары. Олар мемлекеттен ешқандай көмек алмайды. Жат жерде өз күшімен, өз білімімен ісін жүргізіп, қаншама адамды жұмыспен қамтып отыр. Адал еңбек түбінде жеміс береді. Бұл шығарылымның негізгі идеясы. Егер сіздерге фильм ұнаса, лайк басыңыз, пікір жазыңыз, бізбен бірге саяхаттауды ұмытпаңыз.